Сәлем достар, сіздер мен Алишер ағайларыңыз. Біз бүгін өте көп кездесетін бір-біріне ұқсас есептер бар. Математика сабақта ол бет берілсе нөмірді табу, немесе бет берілсе цифрды табу, цифр берілсе бетті табу, яғни кітаптың немесе есептердің нөмірлері беріледі. Қанша цифр кеткенін табу керек. Сол сияқты есептердің ыңғайлы жолын көрсететін боламын. Бірінші, осы сұрақты мен көрсететін боламын. Дәптердің бетін бірден бастап нөмірлеуге 87 цифр қолданса, бұл дәптердің беттерінің саны. Яғни мынау мен істеген формула, суретке түсіріп алғам өзімнің формуламды. Немесе бұл формулады интернеттен көрсеңіздер де болады. Мен бұны бірақта интернеттен көрмей өзім шығардым. 87 цифр қолданса, бізге нені табу керек? Беттерді табу керек па? Онда мыналарды пайдаланамыз біз. Цифр берілсе бет табу. Яғни цифрымыз 87. 189-дан аз болса, онда 87-ге 9. N дегеніміз сол берілген цифр. N-ді 9-ға қосамын, яғни 87-ге 9-ды қосамын. 87 қосу 9. И потом оны 2-ке бөлемін. Формула бойынша 48. Жауабы 48 екен. Жауабы 48 болады екен. Мынаны көрдіңіздер ма? Осы формуланы жазып алсаңыздар болады. Мынау цифр берілгенде, егер цифрымыз берілген цифрымыз 190-дан көп болсын делік, онда біз оған 108-ді қосамыз, и потом оны 3-ке бөлеміз шыққан санды. Егер бізге цифр емес бет берілсін, бізге мысалға 70 бетті нөмірлеуге қанша цифр пайдаланады? 70-іміз 99-дан аз ғой. 99 деген саннан аз. Сондықтан да мына формуланы пайдаланамыз. 2-ні көбейтемін 70-ке, и потом одан 9-ды азайтып тастаймын. Шыққаны 131 болады, 131. Яғни 75-ке 131 цифр пайдаланамыз. Егер 100-ден көп болса, 100-дің өзі де кіреді. Мына жерде 99-дің өзі де кіреді мағанда. N-ның ішіне 99 кіреді, мына 100 кіреді, мына жерге 189 кіреді, ал 190 мынаған кіреді. Ойлап қалуыңыз керек, мысалы 189-дің өзі болып қалса не болады деп. Онда мынаған өзіне пайдалана бересіздер. Мынаны өзіне пайдалана саласыздар. Түсінікті ғой? Осы формуланы жазып алыңыздар, осы формуламен шығарып көріңіздер. Бет берілсе цифрды табуының формуласы, мынау цифр берілсе беттің табуының формуласы. Түсінікті ғой? 4 формула жаттап алсақ та болады. Осылай. Біз жалғастырамыз. Егер де сіздерге есептің түсіндірілу жолы ыңғайлы және түсінікті болса, онда лайк басайық. Каналға жазылайық, арнаға. Менің Instagram, ВК парақшама жазылып қойсаңыздар болады. Ол жерде өзім туралы мәліметтер көп. Арнаны достарыңызға да көрсеттіңіз, оларға да көмек болсын. Келе жатқан ұбт-да сізге сәттілік тілеймін. Жақсы.